Ассалаумағалейкум барша YouTube көрермендер. Қалдарыңыз қалай, баптарыңыз қалай, құстарыңыз қалай, өсіп өніп жатыр ма жалпы? Қалдарыңыз қалай болып жатыр? Мына жерде сұрақ қойып кетіпті. Брама қандай күтім талап етеді деген сұрақ қойыпты. Сол сұраққа жауап берсем деп едім. Жалпы Брама тауықтардың арасында өзінің бірінші күтім талап етпейтінділігімен біріншісі болып саналады. Мысалы көріп тұрсыздар, менде Брамалар қандай условия содержания дейді ғой. Мысалы қандай жерде жүргенін көріп тұрсыздар. Оның өзінде бұлар өздерін жақсы сезінеді. Мысалы қазір каждый балапан немесе тауықтың денесін ұстап көрсек, бұлардың денесі жып-жылы болып тұрады. Жалпы Брамалар өте көп күтім талап етпейді. Брамаға нық жер болса болды. Мысалы жел, жаңбыр соққанда сол нық жерге тығылатын үйшік сақты немесе қора сақы жерлер Брамаға жетіп жатыр. Мысалы мен салған жерін көріп тұрсыздар, бәрі нық жабылған. Мына жерде есік жабылған. Мысалы жаңбыр жауса, бұлар осы құрғақ жерге кеп қонақтайды, немесе осы құрғақ жерде жүреді. Ал бізде мысалы жел болса, бұлар да осы жерге кеп өздеріне қонақтап, жем жеп, су ішіп нетеді. Мысалы особо қатты күтім талап етпейді. Мысалы осы жерде асырап атқаныма менің бұларды 1 айдай болды. Бірде біреусі ауырған жоқ, бірде біреусі түшкірген жоқ, тфай-тфай. Бірде біреусі аяғынан құлаған жоқ. Мысалы ол бізде нені айтады? Ол бізде Брамалар күтім қатты көп талап етпейтінін айтады. Мысалы бұл жерге мен қазір Брамаларды алып тастап, басқа бір породаны алып келсем, олар уже ертеңгі күні өліп атады. Себебі олар суыққа төтеп бере алмайды. Ал Брама өте жақсы төтеп береді суыққа. Сол себептен Брама алғандарыңыз жақсы. Бұлар ақша тапқанға да, табысқа да, өздеріңіздің үйлеріңізге жұмыртқа жегенге де, күрік тауыққа да, бұлар балапан шығарғанға да бұлар өте жақсы болып келеді. Бұлардың аплодтары 80-88-90% болып келеді. Осындай жақсы жас әтеш өзі қарап жүреді осы нелерге, тауықтарына. Мұнда бәрі тауық, өзі жалғыз ғана әтеш. Бұл бұл аткормда жүр. Бұны өзі бөлек тамақтандырам. Бұны көріп тұрған боласыздар, кішкене орайы шығып, әтешке құсап қалды. Бұлар қыста да осы жерде жүре береді. Себебі қысқа да жақсы төтеп беретін тауықтар. Сол себептен Брама алсаңыздар жақсы. Бұлар көбісі жазады, немесе айтады, диванный эксперттер, Брама дейтін тамақ көп жейді, бүйтеді, сөйтеді, тиімсіз бұл породаны асырауға деп. Мысалы мен өзімнің тәжірибеме, өзім асырап атқанымнан айтып кететін болсам, мысалы менде қазір бұл жерде 6 тауық, 7 бір әтеш. Мысалы қарап тұрсақ, бұлар менде күніне 700 ғана грамм жем жейді. Бәрі жақсы жалпы. Сол Брама асыраңыздар, сау саламатта жүргенше.